Енді естеріңізге салайық. Өтірік жаңа партиялардан шығып кетті ғой, ана тәкбір айтып Астананың көшесінде Аллаху акбар деп айғайлайтындар. Ол да өтірік партия. Одан кейін мынау шын өтірігі бар бәленбай партияны тағы тіркеп жатыр, тіркегелі жатыр. Бірақ шынайы күресетін партияны ешқашан тіркемейді. Ешқашан тіркемейді. Ешқашан. Міне бұл Назарбаевтық жүйе. Ал мысал, міне Американы мысал келтірейік. Америкада енді алдағы уақытта мынау кеше Американың президенті болған, бүгін биліктен түсіп қалған. Байден басым дауыспен жеңіп алғаннан Трамп түсіп қалды. Сол Трамп енді республикашылдар партиясының атынан емес, өзі жеке сайлауға қатысуы мүмкін. Себебі республикашылдар партиясынан ол кетуі мүмкін. Міне хикмет. Сонда ол өзін-өз жеке тұлға, ешқандай ұйымы жоқ, тіркеу деген әңгіме жоқ Америкада. Ол мен Трамп, Америка азаматы, мен Американың президенттігіне өзімді қатысамын деп жариялайын дейді. Бітті болды. Оны ақ үй жақ, біз сені тіркемейміз, сенің прическаң ұнамайды, шашың ұнамайды, сенің түрің ұнамайды, сенің мінезің ұнамайды деген сылтаулар айта алмайды. Ол бітті, мен қатысам деп жариялайды, ол қатысады. Сайлауға жаңа оның кәдімгі тәуелсіз сайлау комиссиясында оның аты тұрады. Не болды? Ал ол неге өзі тәуелсіз қатысу мүмкін? Себебі республикашылдар партиясының ішінен жуырда тағы бір қошқар шықты. Негізінде ол қошқарды кезінде Трамп көтерген. Бірақ ол шығып әбден қанаты қатқаннан кейін, енді ол өз алдына кеткелі жатыр. Себебі оны республикашылдар жіктеу үшін оны демократтар да қолдап жатыр. Ең қызығы, алдың күні мен кеше түнде сіздер үшін алғанда бір 13-15 сағат бұрын, дәл осыдан қазір есептегенде, сіздерде таң атқанда мен Твиттерде Илон Масктың скриндерін жарияладым. Илон Масктың скринін Твиттердегі скриндеп алып, YouTube'тың осы дәл қазіргі сөйлеп жатқан Атажұрт Қазақ Human Rights USA ақш деген YouTube каналымыздың коммунити дейтін бөлігінде жазу жазатын, фото салатын бөлігі бар ғой, видео салатын емес. Сонда скринін салдым. Сол скринін салдым, сонда Илон Маск жаңағы кәдімгі жалпы халықтық референдум сияқты бір қызық үндеу тастады. Трамптың Твиттердегі аккаунтын қалпына келтіреміз бе, жоқ па деді. Бітті, бар болған. Енді оны қарап отырсаң сұмдық. Мен міне жерде қазір сан цифрын есімді ұстай алмай, мен қарап отырып, міне қарайын. Енді сұмдық енді. Сұмдық болғанда сұмдық енді. Сөйтіп еді 52% адам әлгіні қолдаған. 52% адам. Трамптың не? Илон Маск жазып тұр бір күн бұрын. Reinstate former President Trump дейді. Бұрынғы президент Трамптың қайтадан қалпына келтіреміз ба дейді. Reinstate. Reinstate деген қалпына келтіру. Осы сөзді жазып Google'ге Серікжан Біләш десеңіздер, Серікжан Біләшті қалпына келтіреміз ба дегенде, былтыр дәл осы өтіп менің аккаунтымды чектегенде, сөйтіп қалпына келтіру туралы қалың мақала жазылған. Тұр. Міне, сонда yes дегендер 52% тұр, no дегендер 48% тұр. Ал дауыс берген адам 15.085.458 болды. Ол тек бар болғаны бір күнге ғана. Бір күнде 15.085.458 адам дауыс берді. Оның 52%-ы Трамптың Twitter аккаунтын қалпына келтіруді қуаттады. Жүрек басқандар, лүпіл басқандар 783.000 адам, ретвит, яғни бөліскендер 307.000, ал жаңағы жазу жазып бөліскендер 214.000 болды. 15 миллионнан артық адам. Ең соңында міне артынан іле-шала Илон Маск Твиттердің Трамптың аккаунтын қалпына келтіретін болдық деп жазды. Қазір қалпына келген бұл. Трампта енді мен осы түнде ұйықтаған кезде Трампта мен білгенімде 80 миллион фоллоуер болған. Трампта Twitter аккаунтында 80 миллион ілесуші болған. Кәдімгі 80 миллион. Сол 80 миллион ілесушіден қазір
400 мыңға жетер жетпейтін ғана ілесуші қалыпты. Оның бәрі шынайы өздігінен Трампқа ілеспейміз деп Трамптан бас тартқандар ма? Твиттерде. Жоқ. Твиттердің анау кезінде Трампты шектеген кезде, басы бұтын аккаунтын бұғаттаған кезде, соған жаңағы автомат өздері ілесушілердің барлығын күшінен жойып тастады ма? Ойлаш, 80 миллион қайда, 400 мың қайда. 400 мың. Миллионның жартысына да жетпейді. Қараңыздаршы. Міне, 91% жоғалтып жіберген. Енді ол ақырын қалпына келу мүмкін. Бірақ Трамп ең қызық болғанда ол Truth Social дегенді медианы өзі құрып алды. Өз алдында бір бөлек медиа құрып алды. Truth Social деген. Сөйтіп Truth Social'ды құрып еді. Онысында адам аз. Twitter'да 300 миллион адам болса, ода 3 миллион адам. 100 есе айырма. Бірақ Трамп Twitter'ге қайтып келсе, әрине бұрынғы ілесушілерін табады. Бірақ ол Трамп өзінің Truth Social'ында жазды, мен бармаймын деді. Енді қараңдар. Менің бұл жерде жаңағы қазақтың сайлауынан кейін мысал келтіре отырып айтқандағым не? Америка. Еркіндік. Еркіндік міне. Өзі біледі. Ақырында міне әлеуметтік желінің өзінен қалпына келтірді. Шындық бар ма күресті? Ал өз алдына желі құрып алам деді, ақшаң болса құрып алдым. IT мамандарына төлеп, бәрін құрып, Truth Social дегенді оны құрып алды. Қазақстанды істей аласың ба? Жоқ. Қазақстан жоқ. Қазақстан өз бетімен жеке тұлға, мен Қазақстан Республикасының азаматы, Серікжан Біләш, мен Қазақстан Республикасының президенттігіне үміткер ретінде өзімді көрсетемін, мен сайлауға қатысам деп мен айта алам ба? Жоқ. Әуежайдан бардым, бас салып ұстайды, қамайды, дайындап қойған қылмыстары бар, ілулі тұрған 2 қылмыстық іс бар, бас салып ұстап, қамап, соның ең соңында Арон Атабек құсап, 19-20 жеріңнен сындырылып, ең соңында жаңағы түрмеге қамап, ауыр жағдайда. Ешқандай астында матрасы да жоқ, көрпесі де жоқ, бетонның үстіне жатқызып, жалғыз өзін адам бендесіне кезіктірмей 15 жыл қамап, тамақ жоқ, басы көзін жауып ап, тепкілеп, ең соңында сол Назарбаевтың, Тоқаевтың иттері сол Аронды қорлықпен өлтірді. Аронды шығарған кезде де өлетінін біліп шығарды, бірақ бірде-бір тәуелсіз медициналық мамандармен кезіктірмей, біз тіпті онлайн сөйлестірейік дегенде де сөйлестірмей, біз жіберген медициналық білімі бар маманды кезіктірмей, сөйлеткізбей, ең соңында Аронды өлтіріп тыныштапты. Міне, өлтіріп тыныштапты. Ал мына Америка, өзің білесің. Ал жаңағы Элен Масктың өзі бұл жерде ол өте үлкен бір ойын жасады. Себебі ол Twitter'ден алды да міне бәленбай қызметкерді шегіндіріп жатыр. Енді біреулер айтады 50% анау мынау шегіндірді дейді. Ол алды да бірден Трампты шектеген анау бас жаңағы бақылаушыны кетірді, бас қазынашыны кетірді, бас менеджерді кетірді. Бәрін айдап шықты. Енді ол Twitter'ды тазалайым дейді. Енді ол Twitter'ды қалай істейді белгісіз. Енді менің өз ойымда ол Twitter'ды мына YouTube сияқты видео салатын қылуы да мүмкін. Одан мынау әлеуметтік желіде Instagram'ның ана қысқа рели дей ма, анау шорт видео, шортс дейді ғой, сол қаптап кетті. TikTok'тың ана қысқа былғақ-сылғақ видеосы жаулап алып кетті. Енді сол Instagram мен TikTok'тың сол функциясынан артық қылып Twitter'ді де сондай қылып істеуі мүмкін. 2. Үшіншісі, YouTube'те жарнама арқылы ақша табатын функция бар. Мысалы, мен оны алып тастадым, бірақ басқалар мына мені қиып табатындар табады. Сондықтан ол Twitter'ге жарнама арқылы видеоларын сөйлейтін, ұзақ видео салатын функцияны қосуы мүмкін. Немесе Twitter'де өте қысқа сөз жазады. Кейбір сөзіңді жаңағы ойыңды айтып үлгермейсің. Мүмкін ол оны ұзағырақ жазатын қылады. Оны біз білмейміз. Енді ол Элен Маск деген ешкімнен ақыл сұрамайтын жігіт, қысқасы ол адамзаттың қазіргі нөмір 1 жасампаз тапқыры болып тұр. Ол сондай істеуі мүмкін бәрі. Және бірі ол Twitter'да кәдімгі әр адам өзінің жеке бас құжатымен тіркелетін, әрбір адам жеке бас құжатымен тіркелмесе, ол аккаунт тіркей алмайтын қылуы мүмкін. Сол арқылы Twitter'де жаңағы криптовалюта шығару мүмкін. Twitter деген мысалы, бір Twitter, 2 Twitter деген сияқты криптовалюта шығару мүмкін. Мысалы, менің Twitter'де белсенділігім артса,
маған Twitter'дың криптовалютасын сыйлыққа беруі мүмкін. Мен сол белсенділігім арқылы Twitter'де баюым мүмкін, және оған мен кәдімгідей киім, зат интернеттен, мысалы, қарасам, заказ бер, мысалы, пицца сатып алуым мүмкін, жейтін кәдімгі зат. Сол Twitter'дегі белсенділігім. Ол сол айлану. Тіпті алып мен барып қолымдағы $1000 ақшамды Twitter'ден барып жаңағы $1000 ақшама, мысалы, 100 Twitter ақшасын сатып алуым мүмкін. Сөйтіп оны криптовалютаға дайындалды. Немесе кәдімгі Американың банктерімен келісіп, Twitter'дегі жаңағы QR код арқылы мен метроға отырам, ақшасын төлей салам, жанармай бекетіне барам, соны битіп ақшаны төлей салам, сөйтіп кәдімгі төлем қабілеті барға аударым. Мысалы, мен сенің Twitter есепшотыңа өз атыңмен тіркелген, өз атыңмен, өз банк есепшотың бәрі, мен ақша аударым мүмкін. Сен маған ақша. Сөйтіп бәр функцияны қосуы мүмкін.